Өткен ғасырдың зұлмат жылдарында мыңдаған қазақ зиялылары, қоғам қайраткерлері мен қарапайым азаматтар жазықсыз қуғынға ұшырады. Олардың қатарында Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Сәкен Сейфуллин, Мұстафа Шоқай, Ілияс Жансүгіров сынды ұлт тағдыры үшін еңбек еткен ұлы тұлғалар болды. Қуғын-сүргіннің құрбандары ғана емес, олардың жақындары да ауыр азап көрді. Алжир лагерінде аналар мен әйелдер жазықсыз жазаға тартылды. Сол жылдары Қазақстанда аштық пен оның ілеспе ауруларының салдарынан 2 миллионнан астам адам қаза тапты. 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Бұл күн 1997 жылы арнайы жарлықпен бекітілген болатын. Бүгін біз олардың рухына тағзым етеміз. Тарихтың бұл қасіретті беттері ешқашан ұмытылмайды. Өткеннің қасіретін еске алып, бейбіт күннің қадірін білу біздің міндетіміз.